Сәлем, құрметті менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздердің назарларыңызға Жүсіп Злиха қиссасының жалғасын ұсынамын, яғни Жүсіптің құлдыққа сатылуы. Мәлік барақшасын шамбазарынан тауар алған еді. Әмиянда Қарабақырдан 9 динар ғана қалыпты. Бұл пұлға түйе тұрмақ қотырлақ та келмейтін. Ол әмиянын ашып, менде 9 динар ғана бар, деді шарасыз кейіппен. Жүсіптен тезірек құтылуды ойлап тұрған ағалары ұзақ саудаласып жатпады. Барымен базар, жоқты қайдан табар? Азға қанағат қылайық, ынсап сайын береке деп. Біз қу дүниеміз асыл иман қоған жандарымыз, сол бағаға келістік, деді. Саудагер қара бақырларды беріп жатып іштей қуанды. Мына құлды Мысырдың базарында кемі 10 мың ділдәға сатамын деп қиялдады. Ағалар ақшаны санамастан дорбаға салды. Басы салбырап үнсіз тұрған Жүсіп кенет мырс етіп күліп жіберді. Мұны байқаған Мәлік саудагер: неге күлдің деп сұрады. Жүсіп: өзімнің дандайсыған нәпсіме күліп тұрмын. Құдықта жатқанда суға қарасам, сұлу бейнем анық көрінетін, сонда өзіме өзім тамсанып, көңілім өсетін. Біреу мені тауып алып құлдыққа сатса, жер дүниенің байлығы жетпес деп масаттанатынмын. Сөйтсем, Раббымның өскен көңілді семірген нәпсіне жаратпайтыны анық екен. Енді міне қараңыз, тышқан ұлақ құрлы, құным жоқ 9 бақырға сатылып кетіп барамын, деді. Бәрі біткен соң саудаласқан мөрді басып, екі жақ келісті. Сонда айрылысар кез келгенде Жүсіп ағаларына жылап тұрып: әй, бір құрсақтан шыққан бауырларым, кеше мені өлтірмек болдыңдар, бүгін құлдыққа сатып атсыңдар. Енді әкемнің күні не болмақ? Ол кісі жаны күйікті жан, кірпік ілмейді, су ішпейді, ауқаттанбайды, қайғыдан жаны шірейді, жаны ауырса тәні шірейді. Тым болмағанда әкеме жандарың ашысында, менің тірі екенімді айтыңдар, жылт еткен үмітпен өмір сүрсінда, дейді. Рахудаға қарап: ағатай, сен соңына дейін күреспедің, мен үшін күреспедің ғой. Ең болмаса менің екі бауырым Әмин мен Зүбайраға, қарындасыма бас көз болшы. Олар да менің кебімді киіп жүрмесін. Маған жасаған қысастықтарында оларға жасамаңдаршы, көрсетпеңдерші деп өтінді. Тірі болсам амандықтарын тілеп, Алладан дұға жасаймын. Артымда қалған еліме, жеріме, ынтымақты бектеріме, берекелі жұртыма дұғай сәлем айтыңдар деп теріс бұрылды. Ағалары естісе де естімеген де кейіп танытып, аттарының басына қамшылай берді. Жүсіптің көз жасы. Керуен қозғалып жүріп кетті. Жүсіпке көз құлақ қылып әлпақ деген бір құлды бекітті. Керуен бір қабірдің жанынан өтіп бара жатқан еді. Жүсіп түйеден секіріп түсіп, қабірді құшақтап еңіреп жылады. Бұл анасының мазары екен. Қабірдің топырағы көз жасына шыланды. Анашым-ау, әуелі сенен айырып, сосын атамнан айырды, енді міне құл болып сатылып барамын. Ашамай жамбасыма батты, ағаш қамыт мойнымды қиды, болат кісен аяғымды қажады. Тірі болғаныңда мен мұндай күй кешпес едім-ау, деп еңіреді. Оның зарына жүгірген ұшқан аң қосыла жылады. Сол кезде әлпақ деген құл Жүсіпті іздеп жетіп келіп, қашпақ болды деп ойлап, оны дүренің астына алды. Әй, өзің бір бала емес бәлекенсің, сені жылауық қашаған деп еді, сол рас екен ғой. Неге өз бетіңмен қашасың, деп қамшының астына алды. Жүсіп жартылай есінен танып қалды. Әлпақ қан-жоса болған Жүсіпті сүйреп апарып Ашамайдың қара тақтайына қайта отырғызды. Жүсіп қорлық тартып, қадірсіз қалпын мына халіне күйінді. Әй, ұры, үніңді өшір, деп бақырды әлпақ. Кенет ауа райы күрт бұзылып, қатты жел тұрды. Арты лезде дауылға айналып, жердің құмын суырды.
шақырайып тұрған күн көзі демде тұтылып айналаны түнек басты. Керуен тағы адасты. Бұл жолғы жағдай мүлде қиындады. Құдық қырып су табу мүмкін болмады. Қарғадым жер көрінбейді. Бірнеше тәулік бойы көз аштырмайтын осындай дауыл тұрды. Керуен басы құмды дауылға үрейленіп, түйелерді шөктіруге мәжбүр болды. Құлы бар, қожасы бар, бәрі бір жерге есті. Көздеріне ажал елестеп, тұла бойларын үрей билеп қалтырай бастады. Бәлік ішінен, осымен күнім біткені ме, ажалдың жеткені ме, дүние жалған деген осы екен-ау, беу дариға-ай деп таусылды. Өлген соң құмда шашылып қалатын байлығы мен қараусыз қалатын қатын бала-шағасын ойлап уайымға батты. Үмітсіз үрей орнап, өлетіні анық болғанда көпті көрген бір қария былай деді: мен білсем, арамызда бейкүнә бала бар. Біреу оған қиянат қылды. Әйтпесе мұндай апат пайғамбарға немесе періште сипатты бейкүнә сәбиге зорлық қылғанда орнайтын. Арамызда сондай бір пенде болған болса, дереу тәубе етіп кешірім сұрасын деді. Әлпақ іші қылп ете қалды. Кеше бейкүнә баланы өлімші етіп сабаған есіне түсті. Ортаға шығып Жүсіпті жазғыз сабағанын мойындады. Мұны естіген Мәлік орнынан атып тұрып: ей, тексіз неме, жас баланы неге жазғыз сабайсың? Дереу аяғына жығылып кешірім сұра, деді. Дырау қамшымен арқасын осып жіберді. Әлпақ байғұс ойбайлап қоя берді. Әкетай, құлым боп кетейін, мен байғұсты кеше көр, сені сабаған қолым сынсын деп зар иледі. Сонда ғана бірнеше күннен бері басылмай тұрған құмды дауыл бәсеңдеді. Бәрі қайран қалды. Сөнген үміт қайта жанды. Мәлік дүр сілкініп Жүсіпке жетіп барды да, үлкен басын кішірейтіп: балам, кешір, ақымақтың ақылы білегінде, ақылдының ақылы жүрегінде деген. Ақымақ құлым саған жәбір көрсетіпті. Жаманның ақылы түстен ауа кіреді деген. Оның күнәсін кеш. Ақымақ болмаса құл бола ма? Бізге мейірім шапағат қыл. Мына апаттан аман алып шық. Ошақ басымызға аман есен оралайық, деді жалыныш үнмен. Жүсіптің жүрегі жұмсақ еді. Олар иілген басын көргенде ашуы тарқап, мейірімі оянды. Әй, Әлпақ, басыңды жерден көтер. Ашу түбі кейіс, ақыл түбілі кеніш деген. Сен ақылыңа сынатын іс қылдың, ақ қарасын айырмай ашумен сабадың. Атам Жақып таспен ұрғанды аспен ұр дейтін еді. Кештім қатеңді, деді жатырап. Сол мезетте күннің пердесі де түріліп кетті. Дүние жарқырап, күннің шуағы шомылды. Керуен үлкен бір құдықтың қасына тоқтаған екен. Мәлік мұны көріп одан сайын қуанды. Түйелер шөнін қалындырып, қаталап өлуден аман қалды. Мәлік Жүсіптің тегін адам емес екенін түсінді. Қол аяғын кісеннен босатты. Астына жүйрік һәм жайлы түйені мінгізді. Өткен түні Жүсіп асығыс арзан бағаға сатқандардың бұл ісінде шикілік барын сезді. Мәлік барша саудагерлерге: уа халайық, қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт, жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға тұт деген. Мына Жүсіптің сөйлеген сөзі артық, кеңес қылса ақыл артық екен. Жас болса да керуенге бас қылайық, дейді. Бәрі болсын, жөн сөз, қане Жүсіпжан, өзің баста керуенді, деп шуласты. Жұрт назары түспесін деп Жүсіптің пердесін жауып дидарын тұмшалап қойды. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдыра кетулеріңізді өтінеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.